Бауыржан Момышұлының әкесі туралы айтқан шындығы. Менің әкем байда болған жоқ, кедейде болған жоқ. Әкемнің тірі кезінде мен талай рет ашықтым да, жалаң аяқ, жалаңбас жүрген кездерімде болды. Әкем сараң кісі емес еді. Мен оның 54 жасында көрген жалғыз ұл баласы едім. Әсіресе біздің қазақ жалғызынан несін аяйды. Әкем мені еркелетіп өсірген жоқ. Әрине, қолынан келгенше шамасына қарап тарылтқан жоқ. Есептеп беріп, есептеп алып отырды ол кісі. Мен Жамбылда оқып жүрген кезім еді. Әкем базарға 2 қой айдап келіп, әрқайсысын 6 сомнан сатты. Менің киімім тозған еді. Үбиянның да, Әлиманның да менің үлкен апаларым. Жеңешеңнің де, менің өгей шешем, киімдері тозып, жұпыланып отыр деді әкем. Ал екеуміз ақылдасып, мына 12 сомды қарыштайықшы. Билік сенде болсын, деп күлімсіреп маған қарады да, алдымен кім үшін қарыштаймыз, деп сұрады менен. Алдымен үйге қарышталық, дедім мен. Біз үйдегі, сен түздегі адамсың ғой, қарағым, деді әкем тағы да жылысырап. Алдымен сен керегіңді алғын, қарағым. Маған, дедім мен сасқалақтап, не айтарымды білместен. Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Саған еш нәрсе керегі жоқ, деп әкем мырс етіп күлді де, біз үйдегілеріміз, сен түздегісің, деп қайталады. Жоқ, шынында маған ештеңе керек емес. Тұра тұр балам, сабыр ет. Күз өтіп, қыс түсіп келеді. Саған жылы тужурка керек. Ол бір. Үстіңде бірақ ішкі киімің бар. Моншаға барғанда? Моншаға барғанда ауыстыратын ішкі нәрсем жоқ. Басқа балалардікі бар, деп даусым дірілдеп. Менің шұлғауым да жоқ. Мұрнымды сүртетін орамал да жоқ, деп жылап жібердім. Ай, балам, сені бұндай болсаң деп ойламаушы едім. Бұның не, қарағым? Бұрын неге айтпадың? Мен ұялып төмен қарадым. Ал екеуміз де бір үйдің еркектеріміз. Алдымен шайханаға барып шәй ішіп алалық та, одан кейін ақылдасып барымызды қарыштайық, деп әкем қолымнан жетектеп шайханаға ертіп барды. Одан кейін магазиндерді араладық, керек жарақтарымызды алдық. Бай болып көргенім жоқ, кедей болып өлгенім жоқ, дейді қазақ біз сияқтыны, қарағым, деді әкем қоштасып тұрып. Барына шүкір етелік. Ақшада тіл жоқ, қайда жұмсасаң, сонда кете береді. Біз сияқты адамдарға бір тиын маңдай тері. Саған тағы да 25 тиын. Керегіне орынды жаратып жұмсауға тырыс, шырағым. Әкем кетті, мен қалдым. Бауыржан Момышұлы.